Сәлеметсіздер ме? Есеп. 42 дәптерді анасы 3 баласына бөліп берді. Ортаншы баласына үлкеніне қарағанда 2 есе кем дәптер берді. Ал кіші баласына ортаншысына қарағанда 2 есе кем дәптер берді. Сонда әр баласына қанша дәптерден бөліп берді? Осы есеп шығарып көрейік. Мынау үлкен баласына берген дәптері. Оны біз 2 бөлікке бөлдік. Себебі ол ортаншы баласыныкінен 2 есе артық оның дәптері. Мынау ортаншы баланың дәптері. Енді біз кіші баланың дәптерін табу үшін бұл бір бөлікті тағы да 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөлдік. Олай болса, мына бөліктерді де біз 2 бөлікке бөліп шығамыз. Себебі бөліктердің барлығы бірдей болу керек. Енді кіші баланың дәптері мынау. Мынаның жартысындай. Ал мынаның жартысындай, Бізден есеп үлкен баланыкі қанша дәптер деп сұрайды? Ортаншы баланыкі қанша дәптер деп сұрайды? Кіші ұлдыкі қанша дәптер екенін сұрайды? Ал барлығы 42 дәптер. Біз енді мына 42 дәптерді мына жердегі бөліктердің санына бөлсек, бір бөлікте қанша дәптер бар екенін тауып аламыз. 4, 2, 1. Мына қосқан кезде 7 болды. 42-ні 7-ге бөлсек 6. Біз мына жерде 6 дәптер бар екенін таптық. Ең кіші ұлға 6 дәптер беріпті. Енді ортаншы ұлды табуға болады. 6-ны біз 2-ге көбейтсек 12 дәптер болады. Ал енді 6-ны біз 4 бөлікке көбейтеміз. 6-ны көбейтеміз 4-ге тең 24 дәптер. Мінекей шықты. 6 дәптер, 12 дәптер, 24 дәптер. Тексеріп көрейік. 6-ға 12-ні қоссақ 18, 18 бен 24-ті қоссақ 42 дәптер шығып тұр. Есептің жауабы үлкен ұлына 24 дәптер, ортаншы ұлға 12 дәптер, кіші ұлға 6 дәптерден бөліп береді. Есеп. Әжесі немересіне 3 ыдысты беріп, 35 жаңғақты бөліп салуды тапсырады. Алғашқы 2 ыдысқа теңдей етіп салып, ал 3-ші ыдысқа сол екеуінің әр қайсысына 2 есе кем болатын жаңғақты салады. Сонда немересі әр ыдысқа неше жаңғақтан салған? Есепті шығарып, шешуін немесе жауабын комментарийге жаз.